Сәлем достар, бүгін біз дәмді ірімшік таяқшаларын дайындаймыз. Ол үшін бізге айран, 2 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қант және 1 шай қасық разрыхлитель қажет. Барлығын араластырып 100 грамм ұнтақталған ірімшік қосамыз. 40 грамм укроп және 400 немесе 500 грамм ұн қосып нанымызды илейміз. Нанның қалыңдығы 0,7-1 см болу қажет. Енді нанды өзіңізге ұнайтындай етіп кесіп аламыз. Қызып тұрған майға қуыра бастаймыз. Қуырған кезде нанымыз осылай көтерілу қажет. Мінеки оп-оңай және тез жасалатын ірімшік таяқшаларымыз дайын болды. Көргендеріңіз үшін рахмет. Ас болсын.